Психологиялық манипуляция жасайтын адамды манипулятор деп атаймыз. Яғни манипулятор жасайтын адам ол бірінші өзінің мен жақсы қарым-қатынаста тұрған адамды бірінші оғының сеніміне кіреді. Яғни ол адаммен қарым-қатынас екеуінің арасы сүйіспеншілік, яғни ол жақсы көреді ол адамды. Манипуляторды жақсы көріп кетеді адам. Сөйтеді де ол өзінің айтқанын, армандарын, дегендерін бәрін сол адамға орындатып отырады екен. Яғни ол қалай манипуляцияға түскенін байқамай да қалады екен адам. Психологиялық манипуляцияға түспесі үшін ең бірінші адам өзіне сене білу керек, және сонымен қатар сыни көзқарасы қалыптасуы керек. Кез келген ақпараттарды эмоциямен, сезіммен емес, ақылмен, байыппен, санамен, парасаттылықпен жеңе білу керек екен. Және сонымен қатар сыртта танымайтын, өзге де жеке тұлғалармен кездескен жағдайда өзі туралы ақпарат бермеу керек.